Ассалаумағалейкум барша қазақ, мұсылман бауырлар. Бүгіндікке жексенбі біз осы Қаскелеңдегі авторинг, яғни Барс базарға келіп отырмыз. Бұл жақта біздің Wuling компаниямыздың сіздер ойламаған бірнеше көліктері келіп қалды. Бізден бірге болыңыздар. Қазір неше түрлі көліктердің барлықтарын бағасымен айтамыз. Номерді қалдырамыз, бізге хабарласып тезірек алып қалыңыздар. Бүгін жексенбі күні жиналып тұр, как раз осылардың бәрін жұмысымызды, шолуымызды бастадық, кеттік. Енді олай болса, бірінші болып қазіргі кезекте танк деген машинаны білесіздер. Бұл танк 300 деген Геленвагеннің кішкентай түрі және өте жол талғамайтын көлік десек болады. Енді бұда 2 литр бензин, 240 аттың күші бар, коробка автомат 8 сатылы және дөңгелектері, рамасы, кәдімгідей сапасы өте жақсы. Бұл Қытайдағы былайша айтқанда барлық тесттерден, краш тест, ютубтан қарасаңыздар, тауға шығу, құмнан түсу, лайларды басу деген бүкіл тест өткен. Тіпті бұндай машиналарды тіпті андай тюниковый кетіп тұрып та елдерде сатып жатыр. Енді айналасын қарайтын болсақ, запаска дөңгелек, танк 300, кішігірім үстіге зат салатын кездегі баспалдағы, және бұл жүрілген, Қытайда да жүрілген көліктерді, мысалы біз Кореядан жүрген көлікті аламыз ғой, сол сияқты Қытайдан да жүрген көліктерді алуға болады. Салоны, кожный салон, 5 орындықты, комплектациясы полный, 54 000 километр жүрген, ешше жыртылмаған, баспалдақтары бар, 360 градус камерасы бар. Енді бұл көліктер автосалонда 20 миллион теңге тұрған, орташа комплектациясы немесе базовый деп айтылады, солар 19 миллион теңге тұрған. Бірақ қазір екеуінен де 1 миллион теңге түсті. Яғни орташа базовый 18 болды, жаңасы 19 болды. Енді 15 қанша миллион теңге бұл? 15-8. 15-8 миллион теңгеге бағанағы қандай машина алуға болады? Кеңес беретін болсақ, Camry 75, 70, Camry 80 жылы жаңа, немесе Чанган, Уникей деп тұрады, сондай машинадан қарағанда, Манжара деген машиналар бар. Содан қараған кезде мына көлік өзінің бағасы өте лайықты деп ойлаймын. Сосын андай не бар ғой? Кілтін беріп жатыр. Мінекей, кілті. Сосын андай нәрсе бар. Ал? Иә, бар. Андай жақтан мына кісіге бар. Мына жақтан бір кісіге отыр, ол жаққа да барасайға. В общем, түсіндіңіздер ғой, 15 миллион 800 мың теңге. Саудаласу жоқ, себебі өте төмен бағада тұр. Енді бұл Чанганның пикап машинасы, пикап емес, жүк таситын машинасы, 5 орындықты. Біреулер бағанаға зат тасуға не істеңіз, 2 машина бармай, 1 машина болып, 5 адам болып, зат тасып алып кеткенге өте жақсы. Ұзындығы кең, зат саласыздар, 2 дөңгелекті ресурстарын қалыңғысаңыздар, одан да үлкен салмақты көтере алады. Енді мынау Батыр жігіттен көлік қалай, ұнады ма? Ұнады. Ұнаса болды, бұйырсын сендерге. Ішімі көрсетіп бердім. Ішінде механик 5 сатылы екен, ручник. Орғаны қатты комплектация керек емес. Параны жоғары көтеріп қойып, климат контроль, кондиционер бәрі бар. Арт жағын. Арт жағын бір көрсетейік. Асты биік екен. Астынан артына 5 адам отырады. Жақсы. Бірде 8 литр бензин, олар мынандай үлкен бағанағы салмақты емес, қала ішіндегі зат тасымалдағанға строительный компанияларға арналған көлік. Газель деген машина бар ғой, соның қайта-қайта бұзыла беретін моторынан, коробкасынан елдер шаршаған болсаңыздар, мынандай Чанган деген машинаны алсаңыздар болады. Мына жерде бір бак бар. Ар жағын қарайыншы. Сосын металл қатты. Бұл сосын жаңбырда қанша уақыттан бері тұрды, көрдіңіздер ғой. Тот басып, ана-мына онда ештеңе болып отқан жоқ. Мына жерде кішігірім бензинге бак бар. 92 қиясында. Бұл тек оталдырып береді, ары қарай тек қана газбен жүреді. Пропан. Обычный. Күшті онда. 2 багы бар. Дөңгелек двойной. Осында 2 миллион теңге. Біреуі не, бензинмен жүреді. Сосын бағана пропан газдан кішкене қорқам дейтін болсаңыздар, бензин, бензинмен жүресіздер, 2 миллион теңге. Екеуі почти бірдей. Объем 2. Аның объемы? Объемдар 2 литрдан.
Мынау Mana. бұл бірде бес дөңгелек мына жерде қарасаңыздар. Мына жерде бір ғана дөңгелек бар. Бұл отбасыға, бағанағы зат тасығанға арналған екеуінің несі де телешкасы ұзын. Uzun ekan kәдімгі. Иә, иә. Жақсы. Сосын строительный заттар анау мынау деген сияқты нәрсеге арналған. Бұның бағасы 8 қанша? 7-8 7-8 миллион теңге мына екеуі. Бұл көріс не ғана? Ақша әкелетін көліктер ғой. Мынау 5 орындықты, мынау 2 орындықты. Несінде? Зат салатындары үлкенінік, кішкентайынық өздеріңіз таңдап аласыздар. Мынау 68 миллион теңге. Ойбай, не деген машина? Бұл жасап шығарған ада компанияға біремсе қалды ма? Пайда қалды ма? Қалмады ма? 68 миллион теңге іштеге ала алмайсың қазіргі таңда ше. Қарайтын болсақ, бұның үшін қарайтын. Бұл да коробка 5 сатылы механик, кондиционер бар. Тағы не бар? Состопка орнатылған. Басқа енді бұда айтар ештеңе жоқ, барлығы бірдей. Терезесі мыналардың бәрі механик. Артына зат саласыңдар. Бұл бағанағы біздің көбінесе Астанада, одан кейін ауыл шаруашылығымен айналысатындарға таптырмас көлік. Арнайы андай доставщик компаниялар бар ғой. Соларға арналған кішігірім коробка деген зат таситындар бар ғой, соларға арналған. Бұда да механик, кондиционер барлығы бар. Сосын ешқайсы жүрілмеген, байдан ашылады. Тек қана қаланың ішінде ғана жүрген olur. Артына зат салып, артына ашып болады. Енді сыртқа да апаруға да болады, себебі не бар? Бензин. Иә, бензинмен жүресіздер, бағанағы дизельдің нестеп, қатып қалды, дизель қымбаттап кетті деп ойламайсыздар. Сосын не бір компанияларда ше, осыны заттарды салып, не істеген ыңғайлы машина ғой. Егер бұның іші тар дейтін болсаңыздар, мынау екіншігі бар. Ішіне әжептәуір зат салынады. Қазір андай нелер көбейіп кетті. Біреудің үйін электрик болып жөндеп беретіндер, немесе бағанағы біреудің ремонт жасап беретіндер бар ғой. Солар осындай машинамен заттарын салып, барып кесе жасап береді, біреуге интернет қосып береді, сондайларға жақсы. Бағасы қайталап айтамыз? 7 миллион теңге. 7 миллион теңге. Мына көлік кімнің попоси деген көліктер ғой. Бұл көліктер андай. Мына пробка тұрып қаласың ғой. Сондай кезде бір жігітті шақырасың да, екі жақта көтересің да, шетке қоясың да ше. Пробкасы жүріп кететін көлік. Ойнап айтам. Бұл узкий болғандықтан екі машина жүретін жерден ше қысылып үшінші машина алып сүйіп кетесіздер. Сондай. Объемы 1,5 литр бензин, механик. Бажатын коробка, мотор болатын барлықтары бірдей болып келеді. Татыстар өте жақсы. Мен ешқандай айдап көрген адамдар бар вулингте. Сосын колесадан қарасаңыздар болады. Екі жақтан да зат сала бересіздер. Сосын колесадан қарасаңыздар ескі вулингтерді көресіздер. Яғни олардың тіпті 1 литрлықтар да бар. Зат тасымалдап жүреді. Енді қараңыздар, мына жерге мынандай төменде төсейтін бар ғой. Соған әңгіме айтып мынандай ашылып кетеді деп қорықсаңыздар, қазіргі заманда, дамыған заман, біздің қазақтың мықты жігіттері бар, осындай жігіттерлерге қолына обшивка жасап береді. Балалардың бәрі қаптап, сарылмайтын, жырылмайтын не істеп береді. Біреуге сатсаңыздар да обшивканы алып, жап-жаңа күйінде сатсаңыздар да болады ғой. Бағасы 63 миллион теңге. 63 миллион теңге деген өте тәтті капит бағасы ғой. Енді мынау 1, 2, 3, 4, мына 4 адам отырады ғой, артына зат салады. Жоқ, мынау артыда не екен? Артыда, я? Орындық екен. Олай болса, бұны ашық. Бұл Алматы, Тараз, Астана дейсің ғой. Жоқ, енді онда шірей неге емес, бұл андай садик бар ғой. Садиктерге, школдарға адамдар тасымалдайды ма, соларға жақсы. Алтта 3 миллион теңге. Бұл енді анау бет, қандай? Осыған ұқсас болып, көлік бар ғой тағы да. Дамас. Сосын Дамас беді? Осыдан қарағанда үлкендеу. Иә, осыдан қарағанда үлкендеу. Айтпашы, отырып көрейін мен, отырып көрейін. Отырып көрейін. Бой 1,80. Ішіне қараш. Бай қараған кезде биіктеуі жақсы екен. Кондиционері бар, ысытамайсыздар, оштар сияқты кондиционер жоқ машинада. Мына екі көліктің ұзындығы, үлкендігі екі. Кішкене бір әдемі көліктер керек. Одан кейін 7 орындықта 7-4 миллион теңге, 1,5 литр бензин,
ішіне қарайтын болсаңыздар отбасыға арналған бала шаға бәрі сиіп кетеді. Мінекей. Бұл да механик. Бұны алдында біраз жігіттер мына жерге айдап көрді ғой. Тартысы бәрі мықты екен деп жатыр да. 1,5 литрге көбісі сенбей қалған. Ручник бар. Автологы жақсы. Бағасы 7 миллион 400 мақ теңге. Ауа өрлейтін жағын Мына кондиционер бәрі істеп қойған. арт жағын ашып көрейік. Енді арт жағын. Арт жағына да Есіктерін бәрі не екен кәдімгі үлкен екен. Арт жағында адам мына жаққа да өзіңе ыңғайлы климат контроль нелеріңді примерно ыңғайландырып боласың да. Енді арт жағына отырайын. Мына жақта прикуритель бар. Телефоныңызды осындай немен зарядтап отыра бересіздер. арт жағына көрші. Арт жағына отырайын. Мен мына жақта отырдым ғой. Мына жаққа дізем кәдімгідей телефон өш. Мінекей. Дізем кәдімгідей жетпей тұр. Примерно 4 саусақ деп айтайықшы. Арт жақта ремені бар, ауа не істейтіні бар, ашатын. Арт жағда жақсы. Енді арт жағына Былайша айтқанда 1-2, не ғой, 7 адамдық қой. 6 адам. Мына жаққа да орып сиіп кетеді. Не, мынаның просто бас қоятын дейтін жоқ та. Енді еркін отырсын деп жасап қойған ғой арт жағында. Енді жалпы 3 бала шаға 4 үлкен адам отырады ғой. 3 кішкентай адам, 4 үлкен адам. бір отбасы керек қой негізі 7-4 миллион теңге деген сөз. Hyundai Accent, Rio, Cobalt, Monza деген немен бірдей. Айтпақшы сапалар сонымен бірдей. Барса есіктің қаттылығы деген ше. Қатты кәдімгі. В общем, Camry-да мықты негізі. Астын қарайды. Мына жақтарын бәрі полный герметикпен жабық тұр. Осы оцинковка мына көрмейсіз ба? Не істемейді, шірімейді. Запаска дөңгелек бар екен. Астын көрсетші. Запаска дөңгелегі бар. Сосын яқа зат. Енді кішкене зат саласың. Немесе мынаны бұлақ патта салуға да болады ғой. Кәдімгі денесі деген ғой. Хава. Бұл енді не? Мынадан қарағанда кішкене пәстеу екен, бірақ коммуникация кішкене жақсы ма деп қалдым. Жоқ. В общем, отырып көрейік. Мен мына машина негізі бірінші жерде отырып тұрмын. Примерно өзіме осындай болып жоқ. Маған ыңғайландырып алайын қазір. Былай болады, алды жақтарым бәрі биік болып тұр, нормально. Потолок менің басымда жетіп тұрған жоқ. Кнопка, кондиционер, механик, телефон зарядтайтын, таңдамы бар, салон велюр. Бұл енді не ғой? Мынау жақта ұзын емес, тек қана 5 орындықты ғана. Бұл анау раф. Неге Раф емес, анау неге? Бізде не бар ғой? Hyundai Ceed қандай бір машина бар ғой? Кретаға ұқсайды. Крета, Kia Seltos деген сияқты ғой. Бұл 7-4 миллион теңге. Олар Кретаның өзі 11 миллион теңге. Сосын анау кішкентай машина бар ғой? Hyundai'дің. Кішкентай ғана. Оның өзі 10 миллион теңге тұрады. Мынау енді кәжептер 7 миллион 400 мың теңге. Бірақ бұның алды әдемеген. Ал енді. Енді бұл жұлдызы жарық. Жұлдызы жақшайлы. Мен айдап жүрміз. 18 000 километр болды. Ешқандай минус жоқ. Жүрісі жақсы. Жанармайды 4-5 литр жейді. Кейбір кезде газ басқан кезде 6 литрде жеп қойды бар. Сосын қалада жүрген кезде былай мынандай функциясы бар. Яқы барғанды көрсетеміз оны. Мынаның ақшасы 9,5. Мынаның ақшасы 9,5 миллион теңге. Бұл полный коммуникация, 360 градус камера бәрі бар. Мынада бұл орташа коммуникация, цветі аппақта, бірақ сәл-сәл жаталайды. Бұл күннен қатты не болмайды, ысымайды. Дискісі 17, мынанікі 18. Негізі жалпы екеуі де жұмсақ, бірақ 17 одан да жұмсақ болады деген ойдамын. Сосын екеуінің айырмашылығын айтатын болсақ, әшейін көп нәрсе емес, 360 градус камера жоқ, рөлі кәдімгідей пластик, кішкентай монитор, басқа қатты айырмашылығы көп емес. Бұл бағасы
7,5. 7,5 миллион теңге. Арт жағы да осындай. Енді осы екеуінің видеоны көріп тұрсыздар ғой. Енді мына жерде бір тағы бір машина тұр. Яғни Теста. айдап жүрген көлік 18 мың жүрді. Көп адамдар сұрақ қойғанша, іштеріне сұрақ қойған, Нұрлан, мына машинаны сен қазір айтып жатсың, құрылып қалмай ма екен, андай ма екен деп, соған орай біз 18 мың километрге жүріп тексеріп көрдік. Таразға 10 рет, 12 рет барып келдік. Сосын Алтышоуға да жүріп көрдік, қаланың ішінде жүріп көрдік, бәрі жақсы. Енді бұл жерде қараңыздар. Машина оталды ғой. Бұл мотор оталмайды. Сосын егер мына жерде мынандай нәрсе бар. Ана 18 мың екен көрсетейін. 18 мың жүрген. Дөңгелектің несі 4,5-5 литр, 5,5 сонда арасында смешанный жейді. Сосын мына жерде мынандай. Машинаны мынандай газы бітіп басып тұратын болсаңыздар, мотор оталдырады. Яғни қыс айында қандай кезде бір машина қыздыру үшін бір рет үйтіп басасыздар да оталдырасыз. Мына өзі машина оталып, мотор оталып, мына тоқ беріп тұрады да, бір қызып алғаннан кейін өзі өшеді. Өшкеннен кейін ары қарай жүре бересіздер. Ол кезде тек қана тоқпен жүресіздер. Содан кейін мына жерде мынандай бір функция бар. Мына функцияны сіздер жаттап алыңыздар. Мынаны басасыздар. Қытайша мен де білмеймін. Бірақ күнге шұқылай бергеннен кейін үйреніп алдық. Көбінесе суретпен бәрін түсінікті ғой. Мынаны машинаның суреті бар, настройкадан кейін. Одан 4-шіні басқан кезде мына жерде мына 34% деп тұр. Мына жерде мынаның бәрін окейді басасыздар да, жазып қоясыздар да. 70%-ке басып қоясыздар. Сол кезде бұл мынаны жүріп жүрген кезде зарядтайды. Яғни сіздер арнайы мынандай аппаратпен машинаңызды зарядтап әуре болып жүрмейсіздер. Жүріп жүрген кезде батарейка толады. Сонымен 100 километрдей примерно толтырып береді. Яғни бір күн мен бензинмен жүретін болсам, екінші күн тек қана тоқпен жүремін. Яғни мына жерде мынандай мына жерде мынандай құрылғы бар ғой, арнайы мына жерге салып қойып, ана бетінде қойып тұр. Мына жерге салып, үйге 250 вольтқа зарядтап, немесе мынаны не істеп қойып, жарты сағат күтіп отырмайсыздар. Тек қана бензин мотордың өзі сіздерге толық зарядтап береді да 70%-ке. Ары қарай екінші күн сіз 70 км, 50 км жұмысыңызды бітіріп келесіздер. Сондай артықшылық функциясы бар. Яғни бір күн бензинмен, екінші күні тоқпен жүріп, былайша айтқанда Zikr 2 в 1 болып кетті. В общем, электромобиль және бензинмен жүретін көлік болып кетті. Электр машинаға да қою не өте оңай, Ева деген бар ғой. Иә. Оны бір көрсетіп жіберейін. Мына жерде кнопка бар ғой. Осыған Ева деп басып қоятын болсам, тек қана тоқпен жүреді. Мынаны басқан кезде қайтадан бензинмен жүреді. Және мына 34% деп тұр ғой. Осы примерно бір 12-15% болған кезде тек қана тоқпен жүремін ғой. Есінен шығып кетті өшіруді. Автоматически өзі ХЕВ-ға қосылады да, өзі ары қарай мотор нені зарядтауға өтіп кетеді. Бұл бәрі автоматически ғой, тексерілген. Енді одан кейін бұл тек қана тоқпен жүретін көлік. Wuling Bingo деген көлік 500 км тоқпен жүреді екен. Түрі әдемі. Мына жерге мынандай жасақ қойған екен. Ауа кірген кезде сразу дөңгелектерде яғни суыту деген нәрсе. Бұл көліктің 500 км, яғни сіздер бір күнде өздеріңіз машина айдап жүрген кісілер біледі, бір күнде қанша километр жүресіздер, жұмыстарыңызға барып келіп. Біреулер мысалы 50 км жүреді, біреу 150 км жүреді, соны өздеріңіз қараңыздар да, сол жақтан 100 км алып тастаңыздар. Мысалы, мен бір күнде 70 км смешін жүретін болсам, 4 күнде 280 км жүремін. Жалпы 300 км деп айтайық. 300 км, яғни 4 күн сайын бір зарядтап отырасыздар да, қаланың ішінде таптырмас көлік. Яғни университетте, мектепте, арнайы компанияда жұмыс жасайтын қыздар үшін өте мықты көлік. Көліктің ішін аштық. Мына жағы пластмасс, мына жағы кожа замен деп айтады ғой. Кожаның орнын басады. Сиденьясы да жақсы екен. Ақ түсті.
тігістердің нелері әдемі жасаған екен, ауа үрлейтін жерде. Бұл таза электромобиль. Мына жерде руль кожаный, кнопкалардың барлығы түсінікті, суретпен көрініп тұр. Алды жақ әдемі көрініп тұр. Кішігірім монитор, бірақ качествосы андай сығыстырып жасағандықтан барлығы анық көрінеді. Түсінбейтін ештеңе жоқ. Мына жақтардан меню осындай. Тіпті мына жерде бар ғой, мынандай флешкаға кино сондай нәрсені салып, клип сондай көрсеңіздер де болады. Болашақта русификациясы жасалынып жатқан кезде біз сіздерге арнайы айтып, көліктеріңізге полный русификация жасап беретін боламыз. Енді мына жерде қарайтын болсақ 77% 392 километрге жетеді деп тұр. Яғни жобалап 400-ге дейді. Енді бұл жерде кондиционер қосасыздар, пробкада тұрасыздар, бүйдесте, жүйдесте, сол кезде 100 км алып тастаған кезде 300 км жүріп береді. 300 км-ді мен өзім 3 күнде, 4 күнде жүрем. Енді полный зарядпен сіздер 4-5 күн жүре аласыздар деген ойдамын. Ал егер бір адам жұмысқа барып келетін болса, бір күнде 50 км жарататын болса, онда ол кісі бір аптада бір зарядтауға болады. Содан кейін мына жағында зат салатын USB стакан салғыш заттары бар. Мінекей мына жақта зат салатын бар. Мына бір-екі зат сақ қоясыздар. Мына жақта. Сосын енді артына отырайық. Арт жағы кең. Бағанағы сидені өзім ыңғайландырып қойдым ғой. Енді арт жағына мен отырмын. Бойым 1,80. Сейіп отырмын. 1,5 саусақ күйме қалай деді. Жоқ, былай ғой нұрлыққа. Былай ма? 2. 1,5 дейсің ғой. Мына жағына мынандай бас тірейтін жоқ екен. Жалпы 4 адам деп тұр. Енді кішкентай бала-шаға болғандықтан кішкентай бала-шаға жалпы сиіп кетеді ғой. В общем, бір отбасыға арналған, бұл ұзақ жолды жүретін көлік емес болғандықтан, қала аралық болғандықтан осындай болды. Артына зат деген үлкен екен. Үйіңізге мына затты орнатып қоясыздар да. Док станция деймін қалай. Бұны арнайы мамандар орнатып береді сіздерге. Арнайы және шөшіп қойып береді. Сосын мына құрылғымен ішіне нестеп зарядтайсыздар. Сонымен кешкі сағат 7-де, 8-де үйіңізге келдіңіз ғой. Зарядтап қоясыздар да азанғы сағат 8-де, 7-де ұйықтан тұрған кездерде зарядкадан шығарып жұмысыңызға кете бересіз. Сонда сол заряд сізге 500 км жүруге мүмкіндік береді. Енді 500 болмаса да бір 450-400 км деген үлкен жақсы нәрсе. Одан кейін тағы бір нәрсе айтайын деп тұрған нәрсе, 400 км-ге сіз жанармайды, немесе 450 км жанармайды мысалы бір 12 мың, 15 мың теңгеге жарататын болсаңыз, мына жақта бар болғаны бір 1000 теңге ғана жаратасыз. Сонда 12 есе, 15 есе сіз жанармайды үнемдейсіз деген сөз. Яғни бір айда сіз 5 күнде зарядтап тұратын болсаңыз, бір айда 4 рет зарядтайды. 4 емес. Қанша? 6 рет па? 6 рет деп. Бір айда 6 рет зарядтайсыздар да, бір 6,5-2000 теңгеден грубо санағанда 12 мың теңге жаратасыздар да, ал полный немен жүресіздер. Ал егер бензинмен жүретін болсаңыздар, ол уже әжептәуір 50 мың теңге қалтаңыздан кетіп қалуы мүмкін. 60 мың, 80 мың кетіп қалады. 60 мың деген сияқты. Дөңгелектің размері кішкентай. Дөңгелек шина сатып алсаңыздар да, бағасы арзан тұрады. 10 мың теңге, 12 мың, 15 мың деген сияқты. Зимний бар. Қытайдан алсаңыздар болады. Бұл BYD деген көлікті білесіздер, дүние жүзінде сату жағынан, сапа жағынан компания өте мықты болып кетті, тіпті номер әдемі болып кетті. Бұл көлемі Monzo, Cobalt, Accent, Rio, Elantra класында тұрған көлік. Кейбір көліктен бір класс жоғары, мысалы Cobalt'тан қарағанда классы жоғары, Accent'тан классы жоғары, Elantрамен бір класста тұрған көлік. Түрін қарасаңыздар әдемі. Дизайны өте мықты. 2020-24. 24 жар. Есіктер ашылып тұр. Сосын қараңыздар, салонын қарасаңыздар, мынандай қарадан қарағанда, мынаның сапасы да өте мықты ғой. Мына оңайлықпен ескермейді. Кішкене мәселесі ұқсатып жасағанда ақ болғаннан енді кішкене жуып не істеп отыру керек.
сол мынандай комбинированный кішкене әдемі болып көрінеді да. Сиденьесі көресіз, кәдімгідей Porsche көліктері сияқты сиденьесі сондай. Рөлі де маған негізі осындай қара түстен қараған кезде осындай түстер ұнайды. Рөлінің тігістері барлығы өте жақсы. Кнопкалардың бәрі. Монитор түсінікті. Мына жақта да кішігірім 4-3 монитор бар. Бұл жақта қалай жұмыс жасап тұр бәрін көресіздер. Сосын мына BYD көліктерде кішкене не бар? Көліктердің русификациясы, ағылшын тілін ауыстыру мүмкіншілік бұларда бар. Кішкене жеңілдірек. Одан кейін мына жақта телефон салғыш, скоростьқа салу, білмеймін, маған өзіме мына жақтары бір Mercedes көліктеріне ұқсап кетті. Дауыс ұлғайту, мына жақ суретте мод деген сияқты, антизанос, зимний режим, ручник, пуш-старт. Бұда да сонда EVA, электромобиль, но HEV деген гибрид. Передний парктроник, аваринка және автохолд. Өте жақсы. Жоғар жақта не бар? Жоғар жақта ештеңе жоқ. Мынандай терезе жоқ екен. Ол жақ енді бұл арзандау сияқты бұл. 10.000 теңгенің 20.000 теңге затын үнемде қалып дейсің ғой. Әрбір кем бір дүние дейді ғой сондай. Әрбір нәрседе өзінің бір кемшіліктері болды. Аның сиденьесі өте жақсы. Зат салатын, қапасы жақсы. Арт жағы да Үлкендеу кеңдеу. USB зарядтайтын, жел үрлегіші, басқа ештеңе етпейміз енді. Басқа жағы жақсы. Арт жағын ашып көрейік. Багаж кең екен әжептәуір. Қатты да тар емес, орташа. Үрлегіші, клейі барлығы бар. Астар болады, күтеулі болады. Бұда да мына жерде зарядтайтын аппарат бар ғой. Зарядтап жүрмей-ақта бағанағы функция негізі осыда да бар. Сол функциямен көлігіңізді 70%-ға мотордың өзі зарядтап береді да, ары қарай екінші күні тек қана токпен жүріп, ешқандай жанармайды несемейсің, жаратпайсың. Және бұл компанияның үлкен бизнеске арналған, біреулер мына жерде тұрып бургер сатады, біреу кофе сатады, біреулер сондай неше түрлі нәрсеге арнап жасаңдар бар. Тіпті біреу табиғатқа да шығып осындай көліктерді ала бастайды. Сапа деген өте керемет. Былайынан отырасың, ыстық көзбен ішіп отырасың. Бір отбасыға в общем керек көріп қой. Өздеріңіз маған қарап, иеліктеріңізге қарай примерно ойланып алсаңыздар болады. Ішінде механик, бұда монитор бар екен, задний камера. Кондиционер бар. Ана мынау. Енді бұл жақта қатты түсінбейді ештеңе жоқ, барлығы көрсетіп тұр суретте. Ыңғайлы. Екі адамда. Қазіргі уақытта барлығы андай болып кетті, бизнеске қарай кетіп жатыр, сол себепте ақша табатын, нан табатын көлік сапасы кәдімгідей мықты. Ешқандай Бұда көліктің бағасы қанша? 1,5 литр бензин екен, Уронгуан. Жоқ, бағасы. 7 миллион теңге. Сен өзің ойлайсың, бір бағана строительный магазин аштыңда, сөйтіп немесе бір компаниясы бір жұмыс жасайын деп газель барсаң, газель саған 12 миллион, 14 миллионға сатып жатады. Тіпті оның ішінде кондиционер де жоқ. Газельдің бағанаға коробкасында новыйның өзінде проблемасы бар деген сияқты нәрсе да. Бұл компания Қытайда қаншама конкуренттің ішінен басып шығып озған, құртыла бермейтін көлік 1995-тен бастап ашылып, қазіргі сәтке дейін жұмыс жасап тұрған компания. Қытайдағы қазақтардың 3 миллион қазақтардың әрбір отбасы, 90% отбасы да осы көлік. Бұл көлік не үшін адамдар көп сатып алады? Себебі бизнеске арналған көлік. Қытайда елдің бәрі бизнес жұмыс жасайды. Одан кейін бағасы өте арзан. Яғни бізде қазір қанша 7 миллион теңге деп тұр ғой. Оның растаможкасымен 3-4 миллион теңге алып тастағанда Қытайда тіпті 3,5 миллион теңге төлеу мүмкін. Ал Қытайдың ішінде азаматы болмағандықтан өкінішті ақ деп отырасың. Ал сол себепті бағанағы арнайы Қазақстанда растаможканың бағасын төмендетейік дейтін петицияларға қолыңыздан келгенше үлкен үлесіңізді қосып жасайтын болсаңыздар, бізде де осы растаможкасы 1 миллион, 2 миллион теңге болып өтсе, көлік сізге мынау 5 миллион теңгеден сату мүмкін еді. Сол енді қолдан келгенше ақпараттарды түсірдік, сөйледік, көрсеттік. Видеоның тұсына комментарияға
жазбай тікелей WhatsApp нөміріме хабарласып толық ақпаратты жоқтан сұрайтын боласыздар. Сіздермен бірге болған Нұрлан, Идеалов та достарыңызға, таныстарыңызға жіберіңіздер. Егер осындай формат болатын болса, оны да айта кетіңіздер. Біз осындай форматтарды әр жексенбі сайын түсіретін боламыз. Және басқа да қызықты көптер керек болып жатса, оны да комментар жазсаңыздар, ол жайлы да ақпарат беретін боламыз. Сіздерге жақсы көрік бұйырсын, істеріңіз алға берекет көрсін. Келесі видеода жолыққанша аманда сау болайық.